Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін Астанада күн шуақтап, күн шығып, көктем болып тұр далада. Бүгін жұмыста генеральный уборка жасаймыз. Кешке қаламыз. Астанада атақты болып атқан балық фиштің қасынан күнде өтемін мен. Ой, балықтың енді түр-түрі бар. Балық фиш деген неге мынау болады. Осының қасынан күнде өтіп жұмысқа келем. Осы жердің балықтарын жегенде арманда, жемегенде арманда боласыздар. Көшамды садиктен әкетіп бара жатырмын. Жүр, көзіңді жым, подарка бар. Подарка, красиво бірдеңе бар. Красиво бірдеңе бар. Көзіңді жым, тұр. Көзіңді жым. Аш көзіңді. Қандай? Гоша маған шай берді. Әді Гош маған тамақ салып берші. Тамақ салып берші, мен қарным ашты. Әді Гоша маған ондай шай дайындап жатыр. Әді Гош. О, маған әне шай қойып берді. Әді Гош маған тамақ салып берсе, мен қарным ашып тұр ғой. Тамақ салып берші деймін. Не. Мына торт. О, торт жеп алайын мен. Қалдарыңыз қалай? Бетіме осындай маска жасап алдым. Қиярды теркадан өткізіп, бетімізді ылғалдандырып, осындай нәрлендіріп, осындай маска жасаймыз. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Достар, кеш жарық, қалдарыңыз қалай? Шаршап келіп отырмын, сағат 10 болды. Уборка жасап келді кабинеттерімізге. Тамағымды ішіп алайын. Үйдегілер қонаққа кетті. Ойбай, шаршап кетті масқара. Мұнда вареньемді қайнатып қойғалам, енді құю керек. Менің қайнап тұр. Бұны құю керек. Варенье, слива. Күшті гороховый суп жасап кеткем, тефтелімен. Соны тамағымды ішіп отырмын.